Sırdarya құрамасы. Оңайлықпен келмеген басымызға, жас қоссын тағы да жасымызға, алаулаған 25. Түн ұйқысын төрт бөлетін, жанып күйіп өртенетін, ой пәләй, сағындырған 25. 25! Тәуелсіздіктің 25 жылдығы құтты болсын қазағына! Бәрекелді, финал, ақтық мәре, шешуші ойын, маңызды ойын. Сондықтан да біз осы ойынға келерден алдын университетіміздің басшылығымен жолықтық. Енді ол кісілер айтты, финалды Жетісайда өткізейік деді. Өздеріңе оңай болады деді. Сосын біз айттық, бүкіл Астананы Жетісайға алып келу оңай болмайды. Сөйткенде онда Жетісайды Астанаға алып барыңдар деді. Міне, бүкіл Жетісайды қолымыз келгенше алып кел деген. Сахнаға сыймағандар залда отыр. Ендеше тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай сахнада 25 адам. Келу аяқ киім. Неге бөлесің? Дұрыс қой мәке, менің анамның әпкесінің баласы болғаннан кейін бөле болмайсың ба? Бөле қош. Нағашылар жақ қарайықсыз. Сонымен қатар, қымбат достар, жалпы мынау картаны, байқасаңыздар картаны. Жетісай қаласы Қазақстан мен Өзбекстанға шекаралас жерге орналасқан. Бізге Шымкентке қарағанда Ташкент жақын. Жолын айтып жатырмын, жолын. Біз кәдімгідей там төбесіне шықсақ, Йылдыз Усманованы көреміз. Ялланы көреміз. Бізде көре алмаушылық деген жоқ. Көрінгенді көре береміз. Сосын енді мына қымбат көрермендер, сіздер білесіздер ма, білмейсіздер ма, мен білмеймін. 10 күн біліп барадыр ма екен? Соны білмедім. Бүгінгі сәлемдесудің тақырыбы біз жанбасақ лапылдап дейді. Ендеше Жетісайда қысы жазы лапылдап тірлікте жүрген хит жандардың коллекциясы. Тракторшы көке, Якболат көке, қасапшы қыздар, жоқ, мақташы қыздар. Жеңгелер. Бізде жігіттер үйренсе бірінші үйрететін осы ғой. Көрініп тұрған шығар. Енді білмеймін, біз жақта келіндер сәлем саған келсе көп жаса дейді. Айтқанша, айтты, көп жаса деді. Көңілдерің амаңдар. Әрқайсының бір келіні бар адамдар ғой, көрініп тұрғы шаштары қарып. Жеңгелер. Қазақта жақсы сөз бар. Жолы болар жігіттің жеңге шығар алдынан дейді. Енді жеңгелеріміз шығуына шықты. Жол болу жағы қалай отыр екен? Мақал бұзылмасын. Рахмет. Енді мына қалғандарын жеке-жеке таныстыра беретін бұл бір беташар емес. Өздеріңіз көріп тұрғандай қалғандары міне массовка. Ендеше Сырдария құрамасы сәлемдесудің басын тек Наурыз мерекесінде ғана биленетін бимен бастаймыз. Кеттік! Қара жорға болмаса, бидің сәнді келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәнді келер ме? Рахмет достар, тағы да қайырлы кеш. Біздің алғашқы әзіл. Көкпарда салымы есептелмей қалған көкпаршы. Ана қалай есептемейді? Көке болды. Жүр, қайтасайықшы, болды. Болды, көке, қайтайықшы. Өзің көрдің ғой. Көріп тұрын, дұрыс айтасың. Көрдің ғой, мен Жүрсең. қазандыққа салдым ғой. Нұрсұлтан, ондай жігіттікте болып тұрады. Болмайды ол, қайтадан шамамен келіп.
Рахмет достар. Сөздік қоры өте аз жігіт көшеде. Сөйтіп көшеге сыймай жүрсің ба? Сен иығын жинап жүрмейсің Қалай иығым жинап ба? Қалай жинап жүрмейсің ба, бауырым? Ұстама мен жағам. Қалай ұстама, Қойса, не дейсің сен ма? Жарар жігіттер. Ол не деген сұмдық осындай кең байтақ өзіміздің осы Қазақстан. Осы азақ қазақ өз, азғантай қазақ аз өзіміз ұрсып, туй ерексе бермеш. Рахмет достар. Жалпы біздің Жетісайда біреудің үйінде той, болмаса бір томалақ қызық жиын болып жатса, сұрамай барып қызметін жасай береміз. Енді бір топ жетісайлықтар келесі жылы Астанада экспо болады дегенді естіп қойыпты. Бізге енді жетті о хабар. Енді бір топ жетісайлықтар Астанаға барам деп шу шығаруда. Жетісайлықтарды Астанаға алып баруға дайындайтын орталық. Астанаға барамыз. Доғар. Шуды қойындар. Барлықтарыңыз алып барамыз. Ең бірінші тізім түзейік, тізім. Тізіммен барақта. Мен бірінші барам. Сен кім боп барасың? Полиция қызметкері боп барам. Онда мұнан бірінші дұрыстап ки. Сосын сен спортпен айналысқансың ба? Барғансың, мен төбелесуге бармаймын ғой. Төбелестірмеуге барам. Сонда да әр нәрсеге дайын болуың керек сен. Полицияның киімін киіп алып ертең көрінгеннен таяқ жеп жүрсең. Ұят қой? Ұят қой? Форма кидің ба? Формада жүр. Бар. Келесі. Мен барам келесі. Сен кім боп барасың? Мен құрылысшы боп барам. Құрылысшы? Сен дипломың құрылысшы ма? Диплом құрылыстың 2 диплом бар ғой менде. Бірақ дұрысы. Педагогиканы бітіріп құрылысшы болғанша, құрылысшыны бітіріп құрылысшы болған дұрыс. Есесіне салған ғимаратың кәдімгідей кепілдікпен. Ана мынау жерге құлап қалмайды. Сосын өртеніп кетпейді. Сен бетші. Сен ертелік шыға берші бар. Мен қазір кете берейші. Қазір кетші. Ажақтағыларды бітіріп сәл көмектесші бер бар. Бір бөлінбей тұрғанда. Так, сосын келесі. Біз барайық. Сендер кім боп барасыңдар? Күзетші боп барамыз. Дұрыс, күзетші керек. Сосын. Біз барайық. Сіздер кім боп барасыздар? Біз экспо қонақтарын күтіп алатын әдемі қыздармыз. Қайда енді әдемі қыздар? Біз Ойнап айтам. Жарайды. Сен күзет бейтіндер. Ештеңері күзетпесеңдер де, осы екі қыз күзет жүріңдер. Жарайды. Ана шетелден келгендер алып қашып кетіп жүрмесін. Бұларда қашанғы алып қашып кете береді, адам құсап ұзатылсын бұларда. Болды, қалғандар кешегі тізім бойынша кет, өтіңіздер. Қазір ұшақ келеді, барлығымыз ұшаққа отырып, жайғасып, жылы киімдеріңіз алдыңыздар. Дұрыс па? Болды. Мен тағы бармайын ба? Үнем мен қап кете берем. Үнем мен тастап кете бересіңдер. Бармай дегем да менде. Мен де барайын да. Мен Астана арман қала. Мен сабақ бара алмадым. Кім қойды? Енді Акым мырза, түсінсеш? Түсінсеш? Мұна жағада бас көз болатын адам керек қой? Бәріміз Астанаға кетіп қалсақ. Экспоны көргім келіп жатыр. Онда біз бүйтейік, Акым мырза. Біз бірінші барып экспо не екенін біліп алайық. Сосын Жетісайға келген өлтіріп өзіміз бір экспо сап аламыз. Мақұл ма? Сізге Астанадан жақсы экспо әкеп берем. Боп ма? Міне болды. Так, қалғандар, жиналыңдар, бір естелікке суретке түсіп жіберейік. Ана, сәл ашыңдар ортаны, ұшақ көрінсін. Пойызбен баратын болсақ, бұндай сурет самаймыз ғой. Астана, бізді күт. Рахмет достар. Рахмет үлкен. Енді сөз соңында. Жалпы біз Сырдария құрамасы Есенаға айтқанда 2013 жылы Алматы ашық лигасының жеңімпазы атандық.
2014 жылы республикалық премьер лиганың жеңімпазы атандық. Ал 2015 жылы жоғары лиганың ақтық мәресінде 3-ші орын алып қалдық. Енді ол кезде жас болдық. Қазір қартайдық. Өстік. Енді оның үстіне біздің ол алғашқы финалымыз болатын. Кем кетіктер кетті, жас едік. Кім қош? Қазақта айтады, аузы күйген үрлеп жер деп. Былтырғы кеткен қателіктің орнын толтыру үшін келдік. Ендеше жаңа маусымда соңғы рет Сырдария құрамасы Жетісайдың рухани байлығы. Рахмет!